Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді ыстық тағам түрін жасайтын боламыз. Тауықтың голиндарын немесе крылышкиін алып маринадтаймыз жарты сағатқа. Ол үшін тұз, паприка, қара бұрыш сеуіп және 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық кетчуп қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз және табамызға аз ғана майымызды құйып, голиндарды орналастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште, яғни 180 градуста 40-45 минутта голиндарымызды пісіріп аламыз. Гарнирдің кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Менде гречка және салат. Жасап көріңіздер қыздар, өте дәмді, жеңіл қорытылатын, жеңіл жасалатын тағам түрі. Астарыңыз дәмді болсын.